Қанатов Қуандық Қанатұлы, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласы, Чоңғожа ауылында дүниеге келдім. 1991 жылғымын. Семьяда әкем, шешем, қарындасым және өзім үлкенімін үйдің. Үйленгенмін, қызым бар, аты Болсынай. Қазіргі таңда Семей қаласында әскери бөлімде келісімшарт бойынша әскери қызмет атқарам. Менің қызметім таңертеңгі жаттығудан басталады. Одан кейін өзіме қойылған жүктелген техниканың учениеда дұрыс жүріп тұруын қамтамасыз етем. Және бізде жауынгерлік дайындықта автоматпен атуды, өзіміздің жауынгерлік дайындығымызды шыңдауға күнделікті дайындаламыз. Бұл оқиға 2019 жылы ақпан айында болды. 7-сіне 8-іне қараған түні. Ол кезде ұйықтап жатқам. Әйелім баланы жатқызып, мен үйге түтін кіріп жатқанын көреді, мен оятады. Мен атып тұрам да, соткамның жарығын қосам да, противогазым үйде болатын как раз. Противогазымды киіп алып, өрт болған жерді іздеп, өрт болған жерді тауып, сонан кейін шығып жатқан кісілерді шығарысып, сонан кейін қайтадан көтеріліп, есіктерін қағып, жауып тұрған есіктерді, соларды қағып, шыға алмай жатқан адамдарды шығарысып, қою қара түтін арасынан сондай оқиға болды. Енді ол қаһарман дегенде, ол әрбір ер азаматтың азаматтық борышы деп ойлаймын. Істеуге тиіс және парызы. Сол әке-шешемнің тәрбиесінің арқасында сол жерде болған оқиғада көмектесіп, соны дәлелдедім деп ойлаймын. Енді ол түнде есіме алғым келмейді, бірақ енді бір өлімнен аман қалдық қой, шыны керек. Елдің артынан шықтық. Ол өзі қарапайым болған соң ешкімге айтпады, жұмыстағыларына да айтпады. Мен айтам кейде, не істесең де балалардың болашағы үшін деп. Енді 100 ешкімге өттің кейін балаларын өскенде айтады, сен әкең қаһарман болды, сен әкең осындай болды деп. Екеуміздің арманымыз көп, армандамайтын адам жоқ шығар. Аллаға шүкір. Ең басты денсаулық. Қаһарман деген ол менің әке-шешем. Мені өмірге келуіме себепші болған, осылай тәрбие беріп жеткізген әке-шешеме рахметімді айтамын.